Жазушы драматург Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы замана ықпалымен ұлттық құндылықтарды жоғалта бастаған адамгершілік, парыз, борыш ұғымдарын жете түсінбейтін жастардың бейнесін ашып көрсететін шығарма. Шешеден жастай қалған, әкеден қайыр көрмеген бір әулеттің балаларының тұрмысын, таным білігін, бір-біріне жасаған қарым-қатынасы, айтқан сөздерімен білдіріп, жалпы қоғам болмысын танытады. Басты кейіпкер Қамажайдың адамдық қасиеті оның сөздері мен іс-әрекетінен аңғарылып тұрады. Жасынан тірі жетім болып қалған бауырларын адам ету үшін өз бақытын табуға ұмтылмай, жеке өмірін ұмытып, ынты-шынтысымен солардың тілеуін тілеп отыру кез келген жанның қолынан келмейді. Қамажай бейнесі осымен асқақ. Бауырларының көңіліне кірбің түсірмей, қатарға қосып жеткізуді парызым деп біледі. Бір сөзінде, әлде қашан дүниеден өткен шешеме не айтам деп қамығатыны да бар. Шығармада көрінетін жастардың бәрінде бетімен кеткен, өмірді өзінше түсініп, өзінше әрекет ететін бейнелер деп айту қателікке ұрындырады. Сіңілісі Назила бір беткей, тік мінез, турашыл, ойындағысын тура айтар бейне ретінде, ал Омар адал, ғылымға берілген жан ретінде көрінсе, бар тартысқа негіз болып, Қамажай бейнесін ашып беретін ер жеткен інісі Темір. Оның өзі де, дос құрбы қыздары да бір сәттік қызыққа еліккен өмірді өзінше пайымдап түсінетін бейнелер. Бұл олардың дастархан басындағы пікір таластарынан аңғарылады. Драма идеясы заман ыңғайымен тұлғаның да бет-бедерінен айырылмай адамдық қалпын сақтап қалуды мегзейді.